Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бананды шоколадты торт әзірлейтін боламыз. Бізге керекті заттар экранда көрсетілген және де описанияға жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен 2 дана бананымызды осылай вилканың көмегімен езгілеп бастаймыз. Банан қаншалықты қарайған болса, біздің тортымызға соншалықты дәмі және де иісі керемет болып шығатын болады. Онымызға какао және де разрыхительді араластырып аламыз. Құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, осылай араластырып бастаймыз. Оның үстіне сгущенкамызды салып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Сары майымызды саламыз, араластырамыз. Және де 2 дана бананымызды салып, тағы да миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Елеуіштің көмегімен ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Барлық ұнды бірден салып жіберге болмайды. Осылай аз-аздан және де елеуіштен өткізгеніміз дұрыс болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді фолькамызбен осындай формамызды алып, формамен де диаметр 24 см. Осы артқы жағымен осындай узор шығарамыз және де қамырымызды 9 бөлікке бөліп, осылай пісіріп аламыз. Пергаментті де осылай 9 бөлікке бөліп, дайындап, бетін тегістеп, 180 градустық пеште 10-15 минутқа қалдырып пісіреміз. Әркімнің духовкасы әрқалай, сондықтан духовкамызға қараймыз. Ал енді крем дайындауға кірісеміз. Творожный сырдың үстіне қант ұнтағын салып, миксермен бір келкі болғанша араластырып, содан соң салқын сливкиімізді қойып, қою крем дайындайтын боламыз. Осылай кремнің үстіне венчиктің ізі түскенше жақсылап араластырамыз және де силиконды күрекшемен ауасын шығарып, тағы да 1-2 рет араластырып жібереміз. Подложканың астына осылай крем жағып аламыз. Крем не үшін? Яғни біздің кождарымыз жылжып кетпес үшін жағамыз. Одан соң кождарымызды терісінен аударып, осылай кремімізді жағамыз. Яғни кремнің дәмі кожға өтуі қажет. Осылай бүкіл кождарымызды жинап аламыз. Осылай тегістеп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формасын таңдасаңыздар болады. Бір түнге холодильникке қалдырамыз, не болмаса кем дегенде 6 сағат тұруы қажет. Әрлеу жағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектерді, шоколадтарды қолдансаңыз болады. Осылай трещина болып қалмасы үшін торттарыңыз сіздер міндетті түрде әр кождың үстін басып отыруларыңыз қажет. Сонда осындай трещиналар болмайды. Мінекей біздің тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сау, сәлемат болыңыздар.